Әуре ештеңесі жоқ. Үйге азық-түлік алғам. Сендерге де ала салайын деп шештім. Оның несі әуре? Біз дүкен үстін ішпейтін едік. Қарашаға үйреніп қалдық. Ештеңе жоқ. Тұра берсін. Өзім келгенде шай ішем. Сен бетон жуа бер. Мен мына жерде шай қойып, гүл етіп дайындап қоям. Ал сен алаңдамай дайындала бер. Толқан, Сәуле апай айран жақсы көреді ғой? Сол кісіге арнап айран алдым, жақсысынан. Ішкен сайын маған батасын беріп жүрсін дедім. Үлкендерді сыйлау керек қой. Сен қайта бақыттысың. Анаң бар. Ал менің ешкім жоқ. Сәуле апайды мен анамдай жақсы көрем ғой, Толқын. Сондықтан әуре болдыңыз деген сөзді мен естімейтін болайын. Жақсы ма? Толқын, мен әмиянымды дүкенге ұмытып кетпін. Қазір тез барып алып келейін. Сен шай дайындай бер. Жарай ма? Алло, полиция, мен... Айналайындар ау. Менен не табасыңдар? Менің ештеңем жоқ, шын айтам. Жібере салыңдар. Апай, сізде түк шаруаңыз жоқ. Болат деген кісіні танисыз ба? Жоқ. Ал сіздің марқұм күйеуіңіз жақсы танитын. Танып қана қоймай оған ақша қарыз еді. Енді оған менің қатысым қанша? Өлген кісі өлді ғой. Тікелей қатысыңыз бар, апай. Күйеуіңіздің қарызын сізден басқа кім өтейді? Құдайым-ау. Мен өз күнімді әзер көріп жүрмін ғой. Ондай ақша маған қайдан келеді? Ондай ақшаң қайдан келетін бізді қызықтырмайды. Біздің мақсатымыз сізден қарызды қайтару. Басқа түк емес. Біз қазір сізбен жай сөйлесіп тұрмыз. Ал ертең? Сонда ертең не істейсіңдер? Әйел адамға аналарындай кісіге қол көтересіңдер ме? Ұрыңдар онда мені. Шамаларың жетеді екен ғой. Ұрыңдар. Өлтіре салмайсыңдар ма одан да мені? Өлтіре салмайсыңдар. Эй, не істеп тұрсыңдар? Қане табандарым жалтырады, полиция шақырған. Сәуле апай, не болды? Тұрыңыз. Ештеңіңізді алып кеткен жоқ па? Жоға.